Бірінші көріністе бізді әкесінің жерлеу рәсіміне қатысқан Мария Мерривезер есімді жас қыз таныстырады. Ол алыстан баланы байқайды, бірақ ол қараған кезде жоғалып кетеді. Жерлеу рәсімінен кейін Мария мен оның қамқоршысы Гелиотроп әкесінің соңғы өсиетін білу үшін адвокаттың кеңсесіне барады. Оның әкесі барлық мүлкінен айырылып, оған бір ғана нәрсе қалдырды: Мунакр алқабының желгі шежіраландырап. Сол күні кешке Мария табиғат жақсы көретін жас әйелдің оқиғасын баяндайтын кітап оқиды. Бір күні түнде бұл әйелге сиқырлы ай інжу маржандары батасын берді. Бұл оны айхан шайымына айналдырды. Ол Мерривезер руынан шыққан Рольфқа ғашық болды. Оның үйлену тойында хан шайымның әкесі Уильям ерлі-зайыптыларға сирек кездесетін қара арыстанды сыйлады, ал күйеу жігіт қалыңдығына әдемі жалғыз мүйізді сыйлады. Бақытқа толы айхан шайымы оларға ай інжу маржандары туралы айтуды шешті. Ол бұл інжу маржандар ер адамның жүрегіндегі шындықты аша алатынын және олар кез келген тілекті орындай алатынын айтты. Бұл аянды естіген екі отбасы да ашкөздікке бой алдырғандай болды. Осы кезде Мария кітапты жауып, түнде демалуға шешім қабылдады. Келесі көріністе Гелиотроп Марияны ағасы сэр Бенджаминмен бірге тұру үшін Мунакрға келеді. Жолда оларды кейбір қарақшылар, соның ішінде Мария бұрын көрген қарақшылар ұрлап кете жаздайды. Алайда Мария мен Гелиотроп күресіп қашып үлгерді. Біраз сапардан кейін олар ақыры межелі жерге келеді. Оларды әкесіне көңіл айтатын Мариямның қатал ағасы қарсы алады. Содан кейін Гелиотроп олардың қарақшылармен кездесуі туралы айтуға тырысады, бірақ Бенджамин оның қызықты әңгімелеріне қызығушылық танытпайды. Ол оларды ішке кіргізіп, Рольф есімді үлкен қара итімен таныстырады. Осыдан кейін ол екеуін де тиісті бөлмелеріне бағыттайды. Келесі күні таңертең Мария өзіне мұра болып қалған кітапты алып, таңғы асқа түседі. Бенджамин кітапты байқап, оны кітапханасында сақтау үшін алып кетеді. Мария наразылық білдіруге тырысады, бірақ ағасы оған мән бермейді. Таңғы ас кезінде Гелиотроп әңгіме бастауға тырысады, бірақ Бенджамин одан үндемеуді сұрайды, өйткені ол тамақтану кезінде тыныштықты жақсы көреді. Мария одан кітапты әкесі тастап кеткендіктен қайтарып беруін тағы сұрайды. Бұған жауап ретінде Бенджамин әкесін қорқақ деп атайды. Бұл Марияны ашуландырады. Осыған қарамастан ол әкесіне деген наразылығын білдіруді жалғастыруда, өйткені ол құмар ойынға салынған. Осыдан кейін Бенджамин үйге экскурсия жасайды. Оның барысында Мария бұрын көрген қарақшылар туралы сұрайды. Ол қарақшылардың де Нуар руынан шыққанын айтады және Марияға орманнан аулақ болуды ескертеді. Кейінірек Мария зәулім үйді аралап, өздігінен ойнайтын фортепиано тап болады. Қызығушылық танытып, ол қозғалатын пернелерді қадағалап, әдемі әуен ойнай бастайды. Көп ұзамай Бенджамин оны байқайды және ол мүлдем қуанбайтын сияқты. Кешке Бенджамин Марияға атқа мінуді үйретеді. Кейбір қарапайым нұсқаулардан кейін Мария атқа отырады және екеуі ауылды зерттеуге кетеді. Соң жақындаған сайын Бенджамин үйге қайтуды ұсынады, бірақ Мария сапардан ләззат алатын сияқты. Нәтижесінде ол тағы біраз серуендеуге ниет білдіреді. Бұл Бенджаминді жалғыз қалдыруға итермелейді. Жалғыз мінген Мария үмітсіз айқайды естиді. Сондықтан ол ағасының ескертуін елемей, орманға баруға батылы барады. Онда ол тұзаққа түскен қоянға сүрініп, оны құтқаруға кетеді. Дәл осы сәтте оны бандиттер тобы қоршап алады. Солардың бірі Робин. Олар оны ұрламақшы, бірақ бұған дейін қорқынышты Рольф пайда болып, оларды қорқытады. Осыдан кейін Мария жараланған қоянды үйіне апарады. Сол түні ол зәулім үйдің сыртында жүгіріп келе жатқан атты бір түрлі көрінісін бастан кешіріп, оны есеңгіретіп тастады. Келесі күні Мария Бенджаминге жұмбақ ақ жылқы және өздігінен ойнайтын фортепиано сияқты осы жерде болып жатқан ерекше нәрселер туралы бірқатар сұрақтармен жүгінеді. Бенджамин қандай да бір себептермен көздерін бұрып, сұрақ қоюды тоқтатама деп сұрайды. Біраз уақыттан кейін Рольф оны зәулім үйдің ас үйіне апарады. Онда ол Мармадуке есімді сиқырлы аспазшымен кездеседі. Ол бір жерден екінші жерге телепортациялау қабілетіне ие және өз жұмысында өте жылдам. Мария ерекше оқиғалар туралы сұрағанда, Мармадуке оған әкесінің кітабын соңына дейін оқуға кеңес береді. Сонымен қатар ол оған кітапты Бенджамин кітапханасынан алуға көмектеседі. Мария кітапты оқуды жалғастыра бергенде, ол екі отбасының інжу үшін жанжалдасқанын біледі. Олардың ашкөздігін көрген айхан шайымы ренжіді. Сондықтан ол 5000 шайдың шығуында мәңгілік қараңғылыққа түсу үшін Мунакр алқабына қарғыс айтты, егер таза жүрек естілмесе. Оқиғаның шынайы өмірге негізделгенін түсінген Мария Мармадукке асығады. Ол бұл жердің қарғысқа ұшырағанын растайды. Оның айтуынша қарғысты нағыз айхан шайымы ғана жоя алады. Мария таң қалды, өйткені айхан шайымы жүздеген жылдар бұрын өмір сүрген. Мармадук мұны естіген Мария өзінің таңдаулы екенін біледі. Қалай болғанда да ол бұған сенуге дайын емес және нәтижесінде сарайдан қашуды шешеді. Мария орманда аралап жүріп, кітаптағы айхан шайымына ұқсайтын Ловдай есімді әйел тұратын үңгірге тап болады. Ловдай Марияны үйіне шақырады және оның өзі бір кездері айхан шайымы болғанын айтады. Ол Марияны қалуға шақырады. Ол өзінің тағдырынан қашып құтыла алмайтынын баса айтады. Бұған жауап ретінде Мария көмектескісі келетінін мойындайды, бірақ неден бастау керектігін білмейді.
Ловдей оған ай інжу маржандарын табуды айтады, өйткені оның қайда екенін ешкім білмейді. Нуарлар інжу қорабын ұрлап, мерривизерлер оның кілтін алып кеткен екен. Мұны естіген Мария кенеттен ол қолданған бетбелгіде жасырын кілт бар екенін түсінеді. Осы жоғалған кілтпен Мария Ловдейден қораптың ай інжу маржандарын алу үшін оны де Нуарға апаруын сұрайды. Оның өтініші бойынша Ловдей оған де Нуар бекінісін көрсетеді, бірақ кенеттен ол жерге ешқашан орала алмайтынын жүруден. Мария оның алаңдаушылығын түсінеді және жалғыз баруды шешеді. Осыдан кейін ол бекініске жасырынып кіреді, бірақ көп ұзамай оны Робиннің әкесі Керде Нуар байқайды. Ұсталғаннан кейін ол оған кілт береді, бірақ ол қораптың бос екенін көрсетеді. Мария оларды жасырды деп санайды, бірақ ол оларды ешқашан қорапта болған емес деп мәлімдейді және мерривизерлерді ұрлады деп айыптайды. Сонымен қатар Кердің айтуынша мәңгілік қараңғылық келгенде де уарлар ақыры көтеріліп, мерривизерлер сатқындықтар мен ашкөздіктер үшін жазаланады. Осыдан кейін Мария зынданға қамалады. Келесі күні таңертең Мария күзетшіні камерасының есігін ашуға алдау үшін көйлегін пайдаланады. Ол мұны істегенде, ол орман арқылы қашу мүмкіндігін пайдаланады. Оның қашып кеткенін білген Кер өз адамдарына оны өлтіруді бұйырады, өйткені ол қарғысты тоқтатқысы келмейді. Содан кейін Робин мен оның адамдары Марияны қуады, бірақ ол орманда жасырынып, олардан қашып үлгереді. Сонымен бірге Рольф оны тауып үйіне әкеледі. Келгеннен кейін Бенджамин оны жауапсыз әрекет үшін ұрсады. Мария өзін түсіндіруге тырысады, бірақ ағасы тыңдауға дайын емес. Сол күні кешке Бенджамин өзінің ренжіткен әрекетіне өкінеді, сондықтан ол Мэридің есігіне келіп, онымен сөйлесуге тырысады. Ол одан кешірім сұрайды және мұны ол үшін алаңдағандықтан жасағанын түсіндіреді. Мария жауап бермейді. Таңертең Мария өз бөлмесінің есігінің сыртында қандай да бір шу естиді. Бұл оны шам ұстағышты тез ұстап, каминнің артына жасыруға итермелейді. Дәл осы сәтте Ловдей өз бөлмесіне жасырын есік арқылы кіреді. Мария Ловдейге оны ертерек тастап кеткен үшін наразылығын білдіреді. Бұған жауап ретінде Ловдей кешірім сұрайды және Айхан шайымының киімін береді. Мария да оны кешіреді және киімді киіп көруді жалғастырады. Екеуі бірдей болып көрінгендіктен олар төменге қарай бет алады. Біраз уақыттан кейін Ловдей фортепианоның дыбысын тартады және оны ойнау үшін музыка бөлмесіне асығады. Мұның бәрінің ішінде Мария бөлмедегі айнаны байқайды. Оған қарап, ол Бенджамин мен Лавдайды сүйіспеншілікке толы жұп ретінде көреді. Содан кейін Бенджамин мен Лавдайдың үйленетіні анықталды. Алайда Ловдай өзінің Денуар екенін және өзін мерривизер ретінде көрсеткен ашқанда, бұл аян Бенджаминді ашуландырды. Содан кейін оны алдап, оған ғашық етті деп айыптады. Нәтижесінде Бенджамин келісімді тоқтатты, ал Ловдай қашып кетті. Кейінірек Мария Дигвид есімді үй қызметшісі күтпеген жерден пайда болған Айхан шайымның суретін алып жатқанын байқайды. Ол одан тоқтауын сұрайды. Содан кейін суретті Гелиотроп пен Марматукке көрсетеді. Олар оған қарап тұрғанда Айхан шайымы ай інжу маржандары жасырылған ағашты көрсетеді. Бұл ақпаратты қолында ұстап, Мария ормандағы әрбір бұрышты білетін Робиннен көмек сұрауды шешеді. Жолға шықпас бұрын ол Бенджамин мен Лавдайға жалған хаттар жіберіп, оларды кездесуге көндіреді. Сол күні Бенджамин мен Лавдай ұзақ ажырасқаннан кейін қайта қауышады. Екеуі де қуанышты көрінеді. Алайда олар көп ұзамай Мэридің алдауын анықтайды, өйткені екеуі де бір-бірінен кешірім сұрайды. Осыдан кейін екеуі Гелиотроп, Мармадюк және Дигвидпен бірге Марияны іздеуге шығады. Екінші жағынан, Кер өзінің тыңшы бүркіті арқылы Марияның орманда екенін біледі. Бұл оны және оның сыбайластарын оның артынан қууға итермелейді. Осы уақытта Мария Робинмен орманда кездесіп, оны арқанмен тұзаққа түсіріп, басын төмен қаратып біліп қояды. Бала оны босатуды өтінеді, ал Мария оны тыңдау шартымен келіседі. Ол одан ай інжу маржандарын табуға көмектесуін сұрайды. Робин екіұшты, өйткені оған мерривизерлерге көмектесуге тыйым салынады және әкесі оны өлім жазасына кесуді тапсырды. Алайда Мария оны уақыт аз деп сендіреді, әйтпесе бүкіл алқап онымен бірге өледі. Содан кейін олар бірге ай інжу маржандар жатқан ағашқа қарай бет алады. Жолда Кердің қолбасшыларының бірі Робинді Мариядан бөліп артынан ұстап алады. Содан кейін ол Робиннің сатқындығына ашуланған әкесінің алдына шығады. Кер енді Робинге сенбейтінін айтады және мәселені өз қолына алуға ант береді. Жалғыз қалған Мария Рольфті шақырады, ол да жоғалып кетті. Көп ұзамай ол ай інжу маржандары сақталатын ағашқа апаратын сол ақатты көреді. Бірақ кірер алдында оны Кер ұстап алады. Ол оны ай інжу маржандарына апаруды талап етеді. Басқа жерде Робин Рольфтың көмегімен ұрлаушылардан қашып үлгереді. Бірақ олар қашып бара жатқанда Рольф өкінішке орай оның өмірін қиған Кердің адамдарынан уқалады. Дәл осы сәтте Робин Марияның айқайын естиді. Содан кейін Мария мен Робин ағашқа қарай бет алып, тамырлар арасындағы қуысқа енеді. Ішке кіргеннен кейін олар ай інжу маржандарын табады. Кердің адамдары келгенге дейін бірнеше минут бұрын дуэт құпия туннель арқылы қашып кетеді. Ай інжу маржандары мен ақ жылқының жарқырауы оларды сыртқа шығарады.
екінші жағынан кер аңғар қарғысқа ұшыраған жартасқа жетеді. Көп ұзамай Бенджамин қызметшілерімен бірге келеді. Содан кейін Мария мен Робин. Мария инжу маржандарын көрсетеді, бірақ ешкімге қол тигізбеуге тыйым салады. Ол ашкөздік пен тәкаппарлық екі отбасының да қайғы қасіретінің негізгі себебі болғанын айтады. Осыған қарамастан кер мен Бенджамин Ловдей араласқанға дейін тағы да қызу пікірталасқа түседі. Бұл жерде Ловдейдің кердің қызы екені анықталды. Ол әкесімен неге мұндай терең жек көрушілік өмір сүреді деп сұрайды. Ол Бенджаминді де әкесін де мақтанышын тастап қарғысын жоюға көндіруге тырысады. Дегенмен екеуі де әлі де өз эгосын талап етеді. Мұны көрген Мария мұны өзі жасауы керек екенін түсінеді. Нәтижесінде ол жартастың шетіне жақындап, інжу маржанмен бірге теңізге секіреді. Ай көтерілгенде үлкен толқын жартасқа айналады. Онда жүздеген ақ жылқылар жүгіреді. Мария осы жылқылардың бірінде ат үстінде пайда болады. Ол оны топқа қайтарады. Оның қайтып оралғанын көрген Бенджамин жеңілдеп, оны көзіне жас алып құшақтады. Қарғыс жойылған кезде Рольф қайта туылып, өзінің шынайы келбетін қабылдайды қара арыстан. Ақырында Бенджамин мен Лавдай татуласады. Біріншісі өздерінің қыңыр мақтаныштары үшін кешірім сұрайды. Фильм Мерривезер мен Денуар отбасыларының бірігуімен аяқталады, ал Монакр алқабы өзінің бұрынғы даңқын қалпына келтіреді.